الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से हम रमज़ान के दूसरे अशरे में से गुजर रहे हैं Аллах Тағаланың кеңшілігімен Рамазан айының екінші 10 күндігінен өтіп жатырмыз. Аллах Тағала Құран кәрімнің Рамазанмен ерекше байланысын білдірген. Ерекше қатынасты баяндап, कि शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान Рамазан айы онда адамзат үшін ұлы туралық ретінде және туралықты түсіндіруші әрі хақ пен жалғанның арасын ажырататын дәлелдерден тұратын айқын белгілер ретінде Құран түсірілді деді. Сондықтан біз әсіресе осы айда оны оқуға ерекше назар аударуымыз керек. इस ज़माने में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी तवज्जो दिलाई जिनको आप अल्लाह ताला ने हज़रत की गुलामी में इमाम बना के भेजा हज़रत Бұл заманда Аллах Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қызметіндегі имам етіп жіберген Хазіреті уәделенген Мәсихті алейхиссалам осыған назар аударды. Құран кәрімді ерекше ыждағаттылықпен оқуды бұйырды. Хазіреті Жәбірейіл алейхиссалам жыл сайын түскен Құран кәрімнің бір толық нұсқасын пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам қайталайтын. Ал өмірінің соңғы жылында 2 рет толық оқыды. Құран кәрімнің маңыздылығы мен оның Рамазанмен байланысы өте зор. Сондықтан бұл нәрсені әрдайым есте сақтап, Құран кәрімді оқуға, тыңдауға және дәрістерге қатысуға және тағы басқаға назар аудару керек. Мешіттерімізде Құран кәріммен дәрістер өткізіледі. Тарауих намазы да ұйымдастырылады. Құран кәрімді оқуға назар аударылады. МТА арнасында күнделікті телауат көрсетіледі. Оны да тыңдау керек. Бірақ егер оны тыңдап, соған сай амал етуге тырыссақ қана оның берекелерін аламыз, және одан тек сол кезде ғана пайда көре аламыз. Көптеген адамдар араб тілін білмейтіндіктен Құран кәрімді дұрыс түсіне алмайды. Сондықтан оның аудармалары бар. Телауатпен бірге бұл аудармаларды да оқу керек. Дәрістер кезінде мұқият ойлануымыз керек. Халифалар осы туралы айтып келеді. Олардың хұтпалары бар. Сол сияқты дәрістерде де бұл туралы айтылған. Бұл білімімізді арттырады. Сондықтан егер пайда көргіміз келсе, онда тек Құран кәрімді оқып, оған сай амал етуге тырысқан кезде ғана ала аламыз. Рамазан күндерінде Аллах Тағала әсіресе осыған назар аударды. Өйткені Құран кәрім жоғарыда айтылғандай Аллах Тағала оны Рамазанда түсіргенін айтады. Сондықтан оны ерекше оқып, оған сай амал етуге тырысыңдар. Егер осылай істесеңдер, онда ол өмірлеріңнің бір бөлігі болады. Аллах Тағала осында тура жол бар деп айтқан. Сондықтан адам тура жолмен тек сол кезде ғана жүре алады. Ақиқат пен жалғанды айыру білімі тек сол кезде ғана пайда береді. Сондықтан айтқанымдай, аудармаларды және дәрістерді тыңдап,
оған сай амал етушілерден болуымыз керек. Құран кәрім берген бұйрықтарды, ілімдерін орындайтындардан болайық. Егер тек тыңдап оны ұмытып қалсақ, оқып содан кейін назар аудармасақ, онда біз Құран кәрімнен ала алатын пайдаларды ала алмаймыз. Аллах Тағала Құран кәрімнің басында Әл-Бақара сүресінде осыған назар аударып, оның маңыздылығын білдірді. Бұл 3-ші аят. Ол былай дейді: फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। Бұл кітап, онда еш күмән жоқ, тақуаларға туралық беруші. Сондықтан тақуалықпен жүру үшін, нағыз мүмин болу үшін Аллах Тағала бұл кітапқа сай амал етуді қажет етті. Және Рамазанда біз дәл осы іздеуде боламыз. Қалай тақуалықпен жүріп, Аллах Тағаланың жақындығын алуға тырысамыз. Нағыз мүміннің үлгісін көрсетуге тырысып, тура жол табамыз және Аллах Тағаланың рақымына мұрагер боламыз. Аллах Тағала айтты: егер бұл мақсат болса, онда бұл кітап сендерге берілді. Оған сай амал етіңдер. Және егер сендер оған сай амал етсеңдер, сонда сендер сансыз пайдаларды аласыңдар. Аллах Тағала анық айтты: бұл бір бұлақ. Кімде-кім таза жүрекпен одан пайда көргісі келсе, ол одан пайда көреді. Ол тақуалықта да алға жылжиды, ол тура жол тапқандардың қатарында да саналады. Өйткені бұл кітап, сондай кітап, онда ешқандай күмән жоқ. Ол тақуалар үшін тура жол. Хазірет уәделенген Мәсих алейхиссалам былай деді: оның игіліктері мен берекелерінің есігі әрдайым ашық қалады, және ол да әр дәуірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманындағыдай айқын және жарқырап тұрады. Бұл кітаптың уәдесі, егер сендер таза жүрекпен оған бет бұрсаңдар, онда барлық жамандықтан сақталасыңдар. Тура жолды тапқандар қатарында боласыңдар, тақуалықпен жүретін боласыңдар. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам айтқандай, оның берекеттері әрдайым жалғасады. Оған сай амал етушілер әрқашан барлық жамандықтан сақталады. Жолдардағы тікенді бұталар, кейбір теріс пікірлер адамның назарын өзіне аударып, оны діннен алыстатуға тырысатын, жамандыққа итермелейтін нәрселерден егер Құран кәрімге сәйкес жүріп, оған сай амал етсек, онда олардан да сақтанамыз. Сондықтан біз әрдайым есте сақтауымыз керек. Рамазанда біз Құран кәрімді оқуға және тыңдауға ерекше назар аударамыз. Тарауих намазында да, дәрістерде де келеміз. Үйлерде де бұрынғыдан да көп Құран кәрім оқылады. Егер біреу толық нұсқасын оқып шықпаса да, осы күндері кем дегенде біраз уақыт оқуға арнайды. Біріншіден, Рамазанда толық нұсқаны оқып шығуға тырысу керек. Мен айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті осы. Ол Рамазанда толық нұсқаны оқып шығатын. Ал Хазіреті Джабраил алейхиссалам оны қайталауға жетелейтін. Сондықтан пайда көру үшін, бұл сүннетке сай амал ету үшін, одан берекет алу үшін, біріншіден толық нұсқаны оқып шығуымыз керек. Екіншіден, айтқанымдай, тәпсір мен аудармасы. और ममालिक के अलावा बहुत सारी दुनिया में ऐसे हैं जो अरबी नहीं जानते। Араб тілін білмейтіндер үшін, араб елдерінен тыс әлемде көптеген адамдар араб тілін білмейді. Оларға қатар аудармасын оқып, оны түсіну керек. Өткен құтпада да айтқанымдай, оған сай амал ету үшін негізгі ережелерді шығарып алу керек. Сонда біз оларға сай амал етушілер және тура жол тапқандар боламыз. Сонда бізде жақсылық пен жамандық туралы дұрыс білім, дұрыс туралық туралы білім, тақуалықтың дұрыс жолдары туралы білім болады. Және соған сай амал етіп, Аллах Тағаланың рақымынан берекет алушы боламыз. Кейбір адамдар Құран кәрім өте қиын кітап деп ойлайды. Бірақ Аллах Тағала कि वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। Әрі шынында Құранды насихат алу үшін жеңілдеттік, ал насихат алушы бар ма дейді. बस ये अल्लाह ताला का दावा है, ये उसका दावा है जिसने इंसान को पैदा किया है, वो उसकी फितरत को जानता है
उसके हालात को जानता है, उसकी इस्तेदादों को जानता है। फरमाता है कि मैंने तो कुरान करीम में आसान तालीम दी है, इस पर अमल करने के लिए तुम्हें कोशिश तो बहरहाल करनी पड़ेगी, और अगर कोशिश करोगे Сондықтан бұл Аллах тағаланың уәдесі, яғни адамды жаратқан Құдайдың уәдесі. Ол адамның табиғатын, жағдайын, қабілеттерін біледі. Ол: мен Құран кәрімде жеңіл үйретулер бердім, бірақ оған сай амал ету үшін міндетті түрде тырысуларың керек. Ал егер тырыссаңдар, жетістікке жетесіңдер, және оған сай амал етушілерден боласыңдар дейді. Сондықтан сендерге кеңес: соған сай амал ету үшін өз тараптарыңнан барлық күштеріңді салыңдар. Тек тіл мұсылман болмаңдар, әсіресе Ахмадилер. Өйткені біз тек тіл мұсылман емеспіз. Керісінше бұл дәуірде Аллах тағаланың жақындығын алу үшін уәделенген Мәсих пен уәделенген Мағдиді қабылдадық. Біз Аллах тағаланың пайғамбарлығына сәйкес келгенді Аллах тағаланың бұйрықтарын орындау үшін қабылдадық. Сондықтан оны қабылдағанымызда енді Құран кәрімнің бұйрықтарына сай амал етушілерден болуымыз керек. Егер бұл болмаса, онда баят беруіміздің уәдесі де пайдасыз. Аллах тағала: мен бұл Құранды жеңіл еттім және адам табиғатын ескере отырып өте жеңіл тәсілмен насихат еттім. Оған әрбір адам өте оңай әрекет ете алады дейді. Ол ережелер мен нұсқауларды, бұйрықтарды, ғибадат қылу әдістерін түсіндірді. Экономикалық және әлеуметтік бұйрықтарды, өзара қарым-қатынастар қалай болу керектігін түсіндірді. Бұл өмірлерің тыныштықта өтуі, қоршаған ортаның бейбіт болуы және Аллах тағаланың рахымына ие болып жалғастыруларың үшін. Әрбіріміз мұны түсінуіміз керек. Егер мұны түсінсек, Аллах тағаланың рахымына мұрагер болып жалғасамыз. Біздің отбасылық қарым-қатынастарымызда, қоғамдағы қарым-қатынастарымызда дұрыс болады. Сондай-ақ ақыл-ой қабілеттерімізді де жақсару, жандану болып, Аллах тағаланы тану үшін бар назарымызды аударамыз. Біз Ахмадилер бақыттымыз. Өйткені бұл дәуірде бізге Хазірет уәделенген Мәсихті алейхиссалам қабылдау бақыты берілді. Аллах тағала оны үкім мен әділдікпен жіберді, және ол Құран кәрімнің жасырын қазыналарын бізге берді. Және Құран кәрімнің көп білімдерін шығарып алдымызға қойды. Біздің тәлім тәрбиеміз үшін кейбір кезде біз түсіне алмайтын бұйрықтарды анық түсіндіріп, бізге жеңілдетіп берді. Аллах тағала мен оны жеңілеттім деп айтса, осы жеңілдету үшін әртүрлі кезеңдерде мұғалімдерді де туғызды. Ал бұл дәуірде білім мен таным есіктерін ашу үшін Хазіреті уәделенген Мәсихті алейхиссалам жіберді. Ол бізге барлығын түсіндірді. Сондықтан, егер Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам түсіндірмелерін, мағыналарын, Құран кәрімнің тәпсірін түсініп, оған сай амал етушілерден болмасақ, бұл біздің бақытсыздығымыз болады. अल्लाह ताला ने तो इस ज़माने में अपने वादे के मुताबिक और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक एक नुमाइंदा भेज दिया। Аллах тағала бұл дәуірде өз уәдесіне және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлығына сәйкес өкілін жіберді. Енді оны қабылдау, оның сөздерін тыңдау және оның Құран кәрімдегі тәпсірлерін зерттеу, соған сай амал ету біздің міндетіміз. Егер мұны істесек, өз өмірімізді табысты етеміз. Сонымен қатар халифалар да тәпсірлер жазды. Хазіреті уәделенген реформатор радиаллаху анху тәпсір кәбир жазды. Онда шамамен жартылай Құран қамтылады. Бұдан басқа аудармалар мен тәпсірлер де бар. Тәпсір сағир да бар. Ол да жеткілікті түрде түсіндірілген, және бұлар бұйрықтар анық түсіндірілген кітаптар. Ағылшын тілінде, араб тілінде, әртүрлі тілдерде, неміс және тағы басқа тілдерінде де аудармалар жасалуда. Сондықтан Рамазан айында Құран кәрімге назар аударып,
толық нұсқаны аяқтауға тырысқан жерде оның мағыналарын түсінуге, оның мәнін түсінуге де назар аударуымыз керек. Бұйрықтарды іздеп, оларды өміріміздің өзек етуге тырысқанымыз жөн. Тек Құран кәрімді сүйіп, оны сақтап қою, оны маңдайға тигізу жеткіліксіз. Балалардың әмині Құранды толық оқуды аяқтауы үшін адамдар маған келеді. Олар бір міндетті орындады, балаларына Құран кәрімді оқытты. Енді бұл Құран кәрімді оқуға тұрақты құмарлық тудыруда олардың міндеті. Және бұл тек ата-аналар өздері бұған назар аударған кезде ғана мүмкін болатын есте сақтау керек. Олар өздеріне Құран кәрімді жүйелі оқушылардан болу керек. Сонда балалар да ата-аналарының Құран оқып жатқанын көреді. Олар өздерде оның аудармасы мен тәпсірін оқушылардан болу керек. Сонда олар бұйрықтардың не екенін түсінеді және балалар сұрақ қойған кезде жауап бере алады. Кейбір балалар кішкентай сұрақтар қойса да ата-аналар мұның жауабы қандай деп хат жазып жібереді. Алайда олар біраз аударма мен тәпсірді оқыса, өздері ақ жауап бере алар еді. және оларға ешқандай көмек те қажет болмайды. बस ये फ़र्ज़ अब माँ बाप का भी है कि आमीन करवाने के बाद इनकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है कि जो अल्लाह ताला की किताब, जो हिदायत की किताब, जो इरफान की किताब. Сондықтан бұл ата-аналардың да міндеті. Әминді өткізгеннен кейін олардың жауапкершілігі тіпті артады. Аллах Тағаланың бізге берген кітабын, тура жол кітабын, таным кітабын балаларымызға оқытқаннан кейін оның сүйіспеншілігінде олардың жүректеріне салуымыз керек. Ал бұл сүйіспеншілік өзімізде де осы кітапқа деген сүйіспеншілігімізді көрсеткен кезде ғана болады. Сондықтан әрбір Ахмади осы туралы қамығу керек. Ол өзі де, оның жұбайы да, балалары да Құран кәрімді оқуға және оны үйренуге назар аудару керек. Аудармасын оқу керек. Хазіреті уәделенген Мәсихтің алейхиссалам тәпсірін, халифалардың тәпсірлерін оқып тыңдау керек. Бұл аудиода да бар, НТ арнасында да бар. Егер Құран кәрімді бұлай оқымасақ, қамығуымыз керек. Және әрқайсымыз өзіміз туралы Ахмади болып баят берудің міндетін орындап қойдық па? Әлде Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам келген мақсатқа жеттік пе деп ойлануымыз керек. Мұсылмандардың көпшілігі Құран кәрімді тастап кеткені рас. Бірақ сонда да Құран кәрімнің нұры мен берекесі, оның әсері әрдайым тірі. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам, мен осы уақытта дәлел үшін жіберілдім, және Аллах Тағала әрдайым өз уақытында өз құлдарын өзінің қолдауы мен растауы үшін жіберіп отырады. Өйткені ол расында біз осы зікірді түсірдік, әр расында біз оны қорғаушымыз деп уәде берген дейді. बस हर अहमदी को याद रखना चाहिए कि हमें जो कुछ मिलना है कुरान करीम की बरकत से मिलना है और हमें इस तरह तवज्जो देनी चाहिए बहुत ज़्यादा. फिर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान करीम को छोड़कर कामयाबी एक नामुमकिन और मुहाल अमर है और ऐसी कामयाबी एक ख्याली अमर है जिसकी Ендеше әрбір Ахмади қол жеткізгіміз келген нәрсенің бәрі Құран кәрімнің нығметінің арқасында екенін есте ұстау керек және оған мән беруіміз керек. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам Құран кәрімді тастап жетістікке жету мүмкін емес. Және бұл адамдар іздейтін жетістік тек ойдан шығарылған нәрсе. Сахабалардың үлгілерін өз алдарыңа қойып қараңдар. Олар Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ізімен жүріп, дінді дүниеден жоғары қойғанда Аллах Тағала берген барлық уәделер орындалды. Басында қарсыластар күліп, бұлар тіпті үйінен де еркін шыға алмайды, бірақ патшалыққа үміт артады деді. Бірақ сахабалар Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам шын жүректен бағынып, олар ғасырлар бойы олардың үлесіне тимеген нәрсеге қол жеткізді деген. Сондықтан Құран кәрім бізді жетістікке жеткізетін білім екенін және оның ілімдерін ұстанып,
онымен Аллах тағалаға жақындауға тырыссақ, жетістікке жететінімізді әрқашан есте ұстауымыз керек. Хазіреті Абу Мусадан риуаят етілген хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран оқып, оған амал етуші мүміннің мысалы дәмі де, иісі де жақсы жеміс сияқты. Ал Құран кәрімді оқымай, оған амал етуші мүміннің мысалы, бұл жерде олар әр жерден сөздерді естіп, соларға сай амал етеді. Дәмі жақсы, бірақ иісі жоқ құрмаға ұқсайтынын айтты. Ал Құран оқитын мұнафиқтың мысалы, иісі жақсы, бірақ дәмі ащы өсімдік сияқты. Ал Құран оқымайтын мұнафиқтың мысалы, дәмі де ащы, иісі де ащы жеміс сияқты делінеді. बस इससे वजाहत हो गई कि हमें तिलावत कुरान करीम करनी चाहिए और इसको समझ कर इस पर अमल करना भी ज़रूरी है और जब हम इस पर अमल करेंगे Сонымен, бұдан бізге Құран кәрімді оқу керек екені, және оны түсініп, соған сай амал етуде маңызды екені түсінікті болды. Біз оған сай амал еткенде, дәмі де, иісі де жақсы, хош иісті жеміс сияқты бола аламыз. Бұл өте әдемі мысал. Ендеше дәмі де, иісі де, жағымды, адам ұнататын дәмді тағамды жеуде адамның жаратылысы екенін ұмытпауымыз керек. Оны қайта-қайта жеуге құштарлық туады. Сол сияқты бізде Құран кәрімді қайта-қайта оқуға, оны түсінуге және оған амал етуге деген құштарлық болуы тиіс. Осылай істегенде тек өзіміз ғана одан пайда алып қоймай, балаларымызға және қоршаған ортамызға да пайда келтіріп жатамыз. Сондықтан тақуалықта ілгерілейтін, оған сай амал ететін, тура жол табатын адамдар әлем үшін пайдалы жаратылыс болады. Әлем олардан пайда көреді. Олар өздері де байсалды өмір сүріп, әлемге де тыныштық пен бейбітшілік сыйлайды. Осындай ата-аналар балаларының шынайы міндеттерін орындаушылар. Олар көршілерінің де міндеттерін орындайды. Олар дүниелік істерінде, қоршаған ортасында да бір-бірінің міндеттерін орындаушылар. Сол сияқты олар жамағаттық жүйесінде де жамағатқа қызмет етіп, өз міндеттерін орындаушылар. Өйткені олар Құран кәрім берген нұсқауларға сай амал етеді. Олар ғибадат қылу міндеттерінде де орындап жатады. Және айтқанымдай, мұндай ата-аналар балалардың алдында үлгі болғанда, балалар оларды үлгі тұтады. Және әйелдер де оларды өздеріне үлгі деп санайды. Сонда үйлерде діндар және ізгі орта пайда болады да, ондай жерге Аллах тағаланың кеңшілігі үнемі жауып тұрады. बस कुरान करीम की तालीम पर अमल ही है, जैसा कि अल्लाह ताला ने दावा फरमाया है कि इसे हदायत मिलेगी और जब हदायत मिलेगी तो तुम लोग फिर एक वाज़े Сондықтан Құран кәрімнің үйреткен іліміне сай амал ету, Аллах тағала уәде еткендей, одан тура жол табылады. Және тура жол табылғанда анық және өмірлерінде төңкеріс тудыра алатын айырмашылықты көресіңдер. Сондықтан оны оқуға, оны түсінуге, оған сай амал етуге көп назар аударуымыз керек. Сосын Аллах тағала, кімде ізгілік болса, ол үйде үнемі Құран оқымайды, аудармасын оқымайды, ол туралы терең ойланбайды. Бірақ адамдардан естігенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлай деді дегенде, Құран кәрімді дәрістерде тыңдайды, баяндамаларда тыңдайды. Құран кәрімнің аяттарының тәпсірлері мен бұйрықтарын жүйе арқылы әртүрлі уақытта берілгенде, осы үйретудің жарығында бұлар Құран кәрімнің бұйрықтары деп оларға сай амал етуге тырысады. Ол оларға сай амал етуге тырысқанда Құран кәрімді оқудың ләззатын алмайды, бірақ біраз үлес алып, хош иістен пайда көріп жатады деді. Ал рия үшін оқитын, оған сай амал етпейтін адам одан ешқандай пайда көрмейді. Ал Құранды да оқымайтын, оған сай амал да етпейтін адамның өмірі 200-ліктің шегіне жеткен өмір. Мұндай адамның мен мұсылманмын дегені тек сөз жүзінде ғана қалады. Өйткені ол ислам ілімін мүлде орындамайды. Ислам ілімін, Құран ілімін үйренбей ұстану, Құран кәрімнің бұйрықтары туралы терең ойланбай мүмкін емес. Сондықтан Құран кәрімді оқып, оған сай амал етуіміз керек. Сонда хош иіс алушы және хош иіс таратушы боламыз.
тек хош иіс алушы емес, сонымен бірге хош иіс таратушы да болуымыз керектігіне мән беруіміз қажет. Хазіреті Анас радиаллаху анху бір хадисінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам адамдар арасында кейбіреулер Алланың адамдары деп айтқанын жеткізген. Риуаятшы: "Уа Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам, Алланың адамдары кімдер?" деп сұрағанда, Құранды ұстанушылар Алланың адамдары және Алланың ерекше құлдары болады. Яғни Құран кәрім оқитындар және оған сай амал етушілер Алланың адамдары деп жауап берді. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам тек Құран кәрімге сай жүретіндер ғана табысты болады. Құран кәрімді тастап табысқа жету мүмкін емес және болмайтын нәрсе деді. मैंने गुज़श्ता कुछ अर्सा हुआ खुतबात में हज़रत मुस्लिम के बहुत सारे हवाले भी कुरान करीम के बारे में दिए थे, कोई खुतबात का सिलसिला था। Өткен құтпаларында Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам берген Құран кәрім туралы көптеген сілтемелерді келтірген едім. Бірнеше құтпалар тізбегі болған. Сол жерде ол бізге нұсқаған нәрселерді анық түсіндірген едім. Мұнда да қысқаша баяндап жатырмын. Ол алейхиссалам, егер табысқа жеткілерін келсе, онда ол Құран кәрімсіз мүмкін емес. Егер біз өзімізді мұсылманбыз деп санасақ, бірақ Құран кәрім қолымызда болмаса, оны оқымасақ және оның әмірлеріне амал етпесек, мұсылман болғанымен ешқандай табысқа жету мүмкін емес дейді. Сондықтан әрбір Ахмади өз табыстарына жету үшін осы әдісті қолдану керек. Ол арқылы дін де жақсарады, дүние де қолға түседі. Мұсылмандар арасында қазіргі кезде жанжалдар мен бүліктер бар. Бір-бірінің басын алып жатыр, бір-біріне жала жабуда. Үкіметтер халықпен соғысуда, халық үкіметтермен соғысуда. Бір-бірін өлтіріп, көтерілістер жасап жатыр. Бұның бәрі Құран кәрімге сай амал етпегендіктен. Айтуға келгенде екеуінің де қолында Құраны бар, бірақ екеуі де Құран кәрім ілімінен алыс. Егер олар Құран кәрімге сай амал етушілер болса, бұндай нәрселер болмас еді. Олар оған сай амал ету үшін осы дәуірде Аллах тағала жіберген өкілді, жіберген тұлғаны қабылдауға дайын емес. Егер олар оны қабылдамаса, Аллах тағала тура жолға түсуіміз үшін жіберген сол берекеттерден де пайда көре алмайды. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, याद रखो कुरान करीम हकीकी बरक़ात का सरचश्मा और नजात का सच्चा ज़रिया है। ये उन लोगों की अपनी गलती है जो कुरान करीम पर अमल नहीं करते। अमल न करने वालों में से एक गिरोह तो वो है जिसको इस पर Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам, есте сақтаңдар, Құран кәрім шынайы берекенің қайнар көзі және құтылудың шынайы құралы. Бұл Құран кәрімге сай амал етпейтін адамдардың өз қатесі. Амал етпейтіндердің бір тобы оған сенімі жоқтар. Олар оны Аллах тағаланың сөзі деп санамайды. Бұл адамдар тым алыс кетті. Бірақ оны Аллах тағаланың сөзі және құтылудың шипалы әдісі деп сенетіндер оған сай амал етпесе, бұл таңғаларлық және өкінішті. Олардың көпшілігі өмір бойы ешқашан оны оқымаған. Осындай адамдар Аллах тағаланың сөзінен ғапыл және немқұрайлы. Олардың мысалы бір адам белгілі бір бұлақтың мөлдір, тәтті, салқын суы барын және оның көптеген ауруларға шипа екенін біледі. Оның бұл білімі шынайы сенім деңгейінде. Бірақ соған қарамастан ол шөлдегеніне және түрлі ауруларға шалдыққанына қарамай, сол бұлаққа бармайды. Бұл оның неткен сорлылығы және надандығы. Ол бұлаққа жақындап, оның таза әрі емдік суынан сусындау керек еді. Бірақ ол бұл білімге ие бола тұра мүлде бейқам күйде қалып, ақыры өлім жеткенше сол күйінде қала береді. Кейбір адамдар өмірінің соңына шейін Құранның қандай берекелер мен нығметтерге ие екенін мүлде білмей кетеді. Бұл адамның жағдайы ойландыратын әрі ғибрат аларлық жағдай. Мұсылмандардың жағдайы қазір дәл осындай. Олар барлық табыстың қайнары Құран кәрім екенін біледі. Оған сай амал етуіміз керек, бірақ жоқ, оған назар да аудармайды. Білгендеріне қарамастан олар Құран кәрімнің бұйрықтарына да назар салмайды. Уәделенген Мәсих алейхиссалам,
бір адам мейірім және қайырымдылықпен, яғни өз мысалын беріп жатыр. Мен мейірім мен қайырымдылықпен сендерді шақырамын, және менің тек мейірімім ғана емес, Аллах Тағаланың бұйрығы мен аманатымен осы жаққа шақырса, оны өтірікші және дәджжал деп атайды. Бұдан асып, бұл халықтың жағдайы қандай аянышты болмақ. Мұсылмандар бұл халықты ұлы нығмет деп қабылдап, оны қадірлеу керек еді, және қазір де олар оны бағалауы қажет. Оны бағалау, оған сай амал ету, сонда ғана Аллах Тағала олардың қайғылары мен қиындықтарын қалай жоятынын көреді. Әттең, мұсылмандар осыны түсініп, Аллах Тағала олардың игілігі үшін ашып қойған тура жолдан пайда алса ғой дейді. Міне, жоғарыда айтқаным, мұсылмандар арасында кездесетін жамандықтар Құран кәрімге сенбегендіктен және оған сай амал етпегендіктен туындауда. Құран кәрімді олар іс жүзінде тастап қойған, тек аты ғана бар. Қолдарына ұстайды, бірақ амал етпейді. Ахмадилер үшін олар Құран кәрімді оқуға тыйым салды. Оларға Құран кәрімді оқу мүмкін емес. Пәкістанда Құран кәрімге тыйым салынған, оқуға рұқсат жоқ. Ал өздері оған сай амал етпейді. Бізге осыны айтса да, олар Құран кәрімнің ілімін жүректерімізден шығара алмайды. Қанша күш салса да, оның сүйіспеншілігін жүректерімізден алып тастай алмайды. Сондықтан Ахмадилер әсіресе бұған назар аудару керек. Құран кәрімнің ілімін ұмытып тастап кетуі және түсіндірушінің сөзін түсінбеуі салдарынан олардың жағдайы қандай болып жатқанын көріп отырмыз. Барлық жерде мазасыздық, күйзеліс жағдай. Сондықтан бұлар ойлануы керек. Егер Құран кәрімді тура жол бастау деп санаса, онда оның бұйрықтарына сай амал етуі де қажет. एक रिवायत में आता है हज़रत सुहैब से मरवी है Хазіреті Сухайб радиаллаху анху жеткізген хадисте Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, кім Құран кәрімнің харамдарынан іс жүзінде халал деп санаса, оның Құранға сенімі жоқ деген. Яғни Аллах Тағала тыйым салған нәрселерден қорықпаса, Құран кәрімнің бұйрықтарына сай амал етпесе, мұндай адам қанша рет «Альхамдулилля, мен мұсылманмын» десе де, оның сенімі тек жалаң сенім. Аллах Тағала оған көңіл бөлмейді. Мұндай адамдар басқаларға зиян келтіреді, өйткені олар Аллах Тағаладан алыстап кеткен, өзгенің құқығын бұзады. Мен мысал келтіргенде, әлемде қазіргі таңда мұсылмандардың жағдайы дәл осындай. Патшалар, басшылар, әртүрлі ағымдардың адамдары бір-бірімен соғысып жатыр. Мұсылман мұсылманды өлтіріп жатыр. Кәлима айтатындар бір-бірін өлтіріп жатыр. Бұдан құтылу үшін Құран кәрімнің шынайы жолын ұстану қажет. Және осы дәуірде ең үлкен міндет Ахмадилерде. Бұл Ахмади мұсылманның міндеті, оған сай амал ету, сонда исламнан тыс әлем олардың іс-әрекетіне қарап, шынайы ислам ілімі мен Құран кәрімнің бұйрықтары қандай екенін түсінеді. Бұл бейбітшілік пен сүйіспеншілік бұйрықтары, қоғамда бауырмалдықты тарату бұйрықтары, құлдардың құқықтарын орындау бұйрықтары. Сондықтан Ахмади мұсылмандарға бұған көп назар аудару қажет. Рамазан айында Құран кәрім оқығанда осы нәрселер туралы терең ойлану керек. Сосын бұл тәлімді тұрақты тарату үшін жыл бойы амал етіп отыруымыз керек. एक रिवायत में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जिब्राइल Бір хадисте Ибн Аббас радиаллаху анху пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи вассалам риуаят етеді. Жәбірейіл Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассалам келіп, жақын арада көптеген бүліктер пайда болады дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жәбірейілден: бұл бүліктерден құтылудың жолы қандай болмақ, әй Жәбірейіл, деп сұрады. Ол: бүліктерден құтылудың жолы Алланың кітабы, деп жауап берді. Сондықтан алдын ала айтқанымдай, өзімізді және ұрпақтарымызды сақтау үшін Аллах Тағаланың кітабына назар аударуымыз қажет. Сонда ғана біз тура жол тауып, бүлік пен жалынжалдан сақтанып,
Аллах тағала бізге түсірген бұйрықтарды анық түсіне аламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кезде Құран кәрімді ашық оқитын адам ашық садақа беруші сияқты, ал Құран кәрімді жасырын оқитын адам жасырын садақа беруші сияқты дейді. Біз садақа бәлелерді, қауіптерді және бүліктерді жоятын, оларды кейінге қалдыратын хадисте келгенін есте сақтауымыз керек. Құран кәрімді оқу, оны түсініп оқу садақа ретінде қабылданады. Берекелермен адам барлық бүліктерден сақталады. बस जबकि दुनिया में आजकल हर तरफ दुनिया को Сондықтан бүгінгі күні әлемде барлық жағынан жамандықтар қоршап, бүлік пен дау жанжал орнағанда, бұл садақаны да әрдайым жалғастыруымыз керек. Яғни Құран кәрімді әрдайым оқып тұруымыз қажет. Ашықта, жасырында оқып, өзімізді осы сынақтар мен қиындықтардан сақтап, Аллах тағала баяндаған тәлімге сай амал етушілерден болуымыз керек. हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Hazreti Abu Hurayra радиаллаху анху риwayat етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді: тек екі адам бар, оларға зиянсыз қызғана қарауға болады. Яғни зиян келтіру үшін емес, сыртынан мақтау мағынасына рұқсат етілген. Олардың бірі Аллах тағала оған Құран берген адам. Ол күні түні оны оқиды, сонда қызғанушы. Әттең маған да оған берілгенде осындай нәрсе берілсе, мен де сол сияқты істер едім дейді. Екіншісі, Аллах тағала байлық берген адам. Ол оны жұмсауға лайықты жерде жұмсайды. Сонда оған қызғанушы айтады: әттең маған да оған берілгендей нәрсе берілсе, мен де солай істер едім. Яғни Алла жолында мал-мүлікті жұмсар едім дейді. Құран кәрімді оқуға қатысты белгілі бір әдептер бар. Қызғаныш білдіруші адам қызғанғанда тек оқығанына ғана қызықпайды. Бұл адам оқып жатқан нәрсесін іс жүзінде орындап жатыр деп білгендіктен қызығады. Яғни, әттең мен де Құран кәрімді осылай түсініп, содан кейін оны іс жүзінде орындаушы болсам дейді. Сол сияқты хадисте байлық туралы баяндалған. Осы туралы да қысқаша айтып өтейін. Кейбір адамдар садақаның қандай қажеттілігі бар дейді. Аллах тағала Құран кәрімде қаржылық құрбандық қылыңдар, бұл қажет, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қаржылық құрбандық қылатын адамға адамдар қызығады деді. Сондықтан бұл да өте маңызды нәрсе. तो ये भी बहुत अहम चीज़ है। जब हम गौर से कुरान करीम पढ़ें तो वहाँ से फिर ये सवाल Біз мұқият Құран кәрімді оқығанда қаржылық құрбандық қылу неге айтылады? Кейбір адамдардың жүректерінде туындайтын сұрақтарына неге айтылатыны туралы жауап табылады. Бұл Аллах тағаланың бұйрығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір жерде: кім Құран кәрімді әдемі дауыспен және көркем деп оқымаса, оның бізбен қатысы жоқ деген. Сондықтан әдемі дауыспен оқу және көркемдеп оқу, ақырын оқу, түсініп оқу да қажет. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам бір жерде: адам Құран кәрімді оқып, көп оқу керек. Онда дұға орны келгенде дұға ету керек. Бұл көркемдеп оқудың түсіндірмесі. Дұға орны келгенде дұға ету керек. Өзі де Құдайдан сол дұғада сұралғанды сұрау керек деді. Құран кәрімде дұғалар келгенде сол сәттерде дұға етсін. Және ол дұғаларда Аллах тағаладан сұралғанда пайғамбарлар Құран кәрімде сұраған көптеген дұғалар бар. Уәделенген Мәсих алейхиссалам: Аллах тағала маған да осыны бер деп адам өзі де тілесін деді. Әрі уәделенген Мәсих алейхиссалам азап орны келгенде одан пана сұрасын. Қандай жаман істердің себебінен ол халық құрыды, содан сақтансын деді. Қауымдардың күйреуі туралы айтылғанда оларда қандай жаман істер болды, соның себебінен Аллах тағала оларды ұстады. Мұндай жер келгенде олардан адам кешірім де тілесін және сақтануға да тырыссын. Біз осылай істегенде көптеген жамандықтардан өзіміз-ақ құтылып кете береміз. Қазіргі ортада, бұл батыс ортасында, соның әсерінен ойларымызға да теріс нәрселер кіріп кетеді. Арамызда көптеген адамдар теріс нәрселерге қатысып кетеді.
Құран кәрімді оқығанда және кешірім тілегенде және жамандықтардан сақтануға тырысқанда өміріміз жақсара түседі. Сол жамандықтардан құтылатын боламыз. Уәделенген Мәсих алейхиссалам қауымды күйрететін жаман істерден сақ болу керек деді. Уәделенген Мәсих алейхиссалам уахидің көмегінсіз үлкен жоспар Алланың кітабымен сәйкес келіп жатады. Бірақ ол адамның жеке пікірі. Ол кейде жалған да болуы мүмкін. Және мұндай пікірге хадистер қарсы болса, ол бидғатқа жатады. Шариғатқа қайшы келетін ғұрыптар мен бидғаттардан сақтанған дұрыс. Әйтпесе бұдан ақырындап шариғатта өзгерістер басталады. Жақсы әдіс. Мұндай зікірлерге жұмсалатын уақытты Құран кәрімді оқуға жұмсау деді. Кей адамдар зікір айту керек, пәленше рет зікір айтыңыз дейді. Қандай зікір айтайық? Уәделенген Мәсих алейхиссалам Құран кәрімді оқып, оны ойланған жақсы дегенде, адамдар дұға етіп, қандай зікір айтайық деді. Сонда ол кісі, Құран кәрім бойынша ойланыңдар және зерттеңдер. Сонда сендер көптеген жамандықтардан және қиындықтардан аман қаласыңдар деген нұсқау берді. Сендерге Аллах тағаланың тура жолының білімі қол жетімді болады. Аллах тағаланың бұйрықтарын білетін боласыңдар. Ол айтты, Аллах тағала Құран кәрімде түсірген бұл арнайы уахи. Аллах тағаланың пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бұдан басқа қандай да бір пікірі болса, адам қанша ақыл сөздерін айтса да, ол қате де болуы мүмкін, жалған да болуы мүмкін. Кейбір сөздерді адамның ақылы да айтады. Және Құран кәрімнің оқуымен олар сәйкесте келеді. Бірақ іс жүзінде олар уахи ретінде келмеген. Оның түсіндірмесі Құран кәрімнің тәпсіріндей түсіндірілмейді. Сондықтан олар жалған болып, адасуларға жетелейді. Жүректе қаттылық болса, оны жұмсарту жолы Құран кәрімді қайта-қайта оқу. Дұға келгенде, осы Құдайдың рақымы маған да нәсіп болсын деп мүминнің де жүрегі қалайды. Құран кәрімнің мысалы бақ сияқты. Бір жерден адам бір жеміс теріп, одан әр жүріп басқа жеміс тереді. Сондықтан әр орынға сәйкес пайда алу керек. Өздігінен бір нәрсе қосудың не қажеті бар? Әйтпесе жаңа нәрсені неге қостыңыз деген сұрақ туындайды. Уәделенген Мәсих алейхиссалам Құран кәрімнің бұйрықтарына амал етіңдер, жаңа бидғаттар жасамаңдар, Құран кәрімнің бұйрықтарына жаңа нәрселер қоспаңдар деді. Ол, пәлен түні егер Ясин сүресін оқысаңдар, береке болады, әйтпесе болмайды деп айтуға Аллах тағаладан басқа кімнің күші бар? Адамдар пәлен сүрені бұлай оқысаңдар, береке болады, пәлен уақытта оқысаңдар, береке болады, бұлай оқысаңдар, болмайды деп жатады. Сонда уәделенген Мәсих алейхиссалам, бұл сөздердің бәрі қате. Бұл Аллах тағаланың сөзі. Қалай оқысаңдар да, түсініп оқысаңдар, оған амал ету үшін оқысаңдар, жақсы ниетпен оқысаңдар, береке ғана болады деді. बस हमें ये जायजा लेना चाहिए कि क्या हम इस तरह पढ़ते हैं, कितने हुक्म हैं जिन पर अमल करते हैं. Сондықтан біз солай оқимыз ба, қарауымыз керек. Қанша бұйрық бар, соларға амал етеміз. Қанша дұға бар, дұғалар келгенде оларды өзіміз үшін сұрауға тырысамыз ба? Қанша жамандық бар, олардан сақтану бұйырылғанда немесе олар туралы айтылғанда олардан сақтану үшін дұға етеміз бе? Егер солай істесек қана Құран кәрімнің нақты оқуынан пайда алушы боламыз. Хазіреті уәделенген Мәсих алейхиссалам бір жерде, мен қайта-қайта айтамын, және қатты дауыспен айтамын, Құранға және оның пайғамбарына саллаллаху алейхи уассалам шынайы махаббат сақтау және шынайы бағыну адамды кереметтерге ие етеді. Құран кәрімді ойланып оқыңдар, онда бәрі бар. Жақсылық пен жамандықтың түсіндірмесі және болашақ заманның хабарлары бар. Жақсылап түсініңдер, бұл дін ұсынады. Оған қарсылық болу мүмкін емес. Өйткені оның берекелері мен жемістері әрдайым жаңарып отырады. Бұл Құран кәрімнің мақтанышы. Аллах тағала онда әр ауруға дауа көрсетті және барлық күштерді тәрбиеледі және қандай жамандықты ашық етсе, оны жою жолында да көрсетті. Сондықтан Құран кәрімді оқуды жалғастырыңдар және дұға етіңдер және өз мінез құлықтарыңды оның тәлімдеріне сай ұстауға тырысыңдар дейді.
Құран кәрімді оқуға назар аудара отырып, Құран кәрімді оқыңдар және Құдайдан ешқашан үмітсіз болмаңдар. Мүмін Құдайдан ешқашан түңілмейді. Бұл кәпірлердің әдетіне кіреді. Олар Аллах тағаладан түңіледі. Біздің Құдайымыз барлық нәрсеге күші жететін Құдай. Құран кәрімнің аудармасында оқыңдар және намаздарды көркемдеп оқыңдар. Және оның мағынасын да түсініңдер. Және өз тілдерінде де дұға етіңдер. Құран кәрімді қарапайым кітап деп оқымай, Аллах тағаланың сөзі деп оқыңдар. Бұл мүмін амал етуі керек нәрселер. Және біз осылай амал еткенде Аллах тағаланың кеңшілігі мен Құран кәрімнің тәлімдерінен пайда алушы боламыз. Және өмірімізді, ұрпақтарымызды көркемдеуші боламыз. Және осы нәрсе болғанда сол мақсатқа жетушілерден боламыз. Ол біздің туылуымыздың, өміріміздің мақсаты. Және өміріміз сәтті болады да, ұрпақтарымызға да сәттілік серік болады. Сондықтан осы күндерде, Рамазан күндерінде, әсіресе біз Құран кәрімге назар аударып жатқанда, бұл назарды әрдайым сақтаймыз және әрдайым Құран кәрімді оқуға назар аударамыз. Оған амал етеміз және балаларымызға да оны оқуды үйретеміз деп уәде етейік. Тек бір рет әмин айтып, іс аяқталады демейміз. Енді Құран кәрім біз үшін тура жолымыздың құралы және әрдайым дұрыс жолдарда және тақуалықта жүргізу үшін толық амал жоспары. Және бұл болғанда өміріміз әрдайым сәтті болады. Аллах тағала бізге соны орындауға күш берсін. Осы Рамазанда оның оқылуымен қатар оны түсінуге де тырысайық. Және оған амал етуге уәде етейік. Әрі алдағы уақытта да осы уәдені орындауға тырысып, жыл бойы оны өміріміздің өзегі етейік. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله